Баршаңызға сәлем. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге ұсынатын тағамым макарон ұяшықтары. Видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазып, тіркелмеген болсаңыздар, каналыма тіркеліп кетіңіздер. Видеоны соңына дейін қарап, алдымен осылай бірінші фаршымызды дайындап аламыз. Фаршымызға бір дана пиязымызды майда ұсақтап турап, жіңішкелетіп шығартып, мінекей пиязымызды салдық. Енді татымына қарай тоз, паприка, қара бұрыш, өз қалауларыңызша қоса бересіздер. Дәміне қарай барлығын жақсылап араластырып аламыз. Қолымыздың көмегімен мыжып. Ендігі кезекте подливын жасайтын боламыз. Бұғанда бір дана пияз, сәбізімізді алып, қабығын тазалап, осылай жуып шайып, майдалап, кубиктап турап аламыз. Және картошка қоссаңыздар да болады, осылай майдалап. Мінекей дайын болды. Ендігі кезекте осыларды жақсылап қызып тұрған табамызға сұйық майымызды құйып, жаңағы пияз, картошкаларымызды қуырып аламыз. Пияз өлгенше жақсылап араластырып қуырамыз. Және томат немесе салаттар болмаса қызанақ қоссаңыздар да болады. Мен қызанақ қостым. Майдалап турап, бір қызанақ қосып жібердім. Барлығын жақсылап араластырып, татымына қарай тоз, паприка, қажетті дәмдеуіштерді қосып, барлығын араластырып қуырып аламыз. Жеті 8 минуттай қуырсаңыздар жеткілікті. Және де қара бұрыш, универсальный приправа қостым.
Енді осының үстінен су құямыз. Өзімізге қажетті мөлшерде, яғни макарондарымыз бататындай етіп. Подливіміз қайнаған кезде менде осындай макарон, осы макарон ұяшықтарын жайғастырып шығамыз. Міндетті түрде бір қайнағаннан кейін барып салыңыздар. Енді үстіне бағанағы дайындаған фаршымызды ұяшықтарға орналастырамыз. Мінекей жақсылап орналастырып алып, бетін жауып, 25-30 минут баяу отта пісіреміз. Мінекей 25-30 минуттан кейін біздің фаршымыз пісіп шығады. Одан кейін үстіне сырды теркіден өткізіп сасаңыздар да болады, салмасаңыздар да болады, ол маңызды емес. Өз қалауларыңызша. Мен сыр салдым теркіден өткізіп. Сыр салғаннан кейін тағы да бір 5 минут тоқтыр, сырымыз ерігенше. Мінекей біздің тағамымыз дайын болды. Мінекей сіздер де жасап көріңіздер. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қоңырауша батырмасын басып кетіңіздер. Ас болсын, міндетті түрде жасап жеңіздер. Өте керемет, дәмді болып шығады.